Markazındayız burada. Avrupa Şerik kırıyoruz bir şey. Videosu mu? Ну, правда, о, современный себе. Ладно, что ладно. Основной скажи, конечно, хорошо, хорошо. Сколько сегодня думал, мы их не было? Ну, успели. Алихан не үшін. Жаңа, сұрай бересің ғой? Айтып қойдым. Дұрыс ма? Ассалаумалейкум. Диплома? Айлы директор. Қалыңыз қалай? Жоқ, өзіңіз. Жақсы. Мен есімім Олжас болады. Осында сарапқа қолдау көрсетіп орталық маманымын. Сізбен кезекті жұмыс екеуміз бастасақ. Қосылып отырған жастар туралы өзіңіз таныстыра өтсеңіз. Абаев мен кәсіпкер палатасының қаржылай емес бөлімінің бастығымын. Осы қалған Алматы ауданында ұйымдастырып оқулар ұйымдастырып жатыр. Ладиомыз негізі. Ол бірақ неде қандай бағдарлама жоспарға арналған дейсіз? Былай қарасаңыз, бізде мемлекеттік бағдарлама бар, еңбек деген. Государственная программа против занятости. Сол оның ішінде 4 бағыты бар. Ең маңызды бірінші бағыт рекреационный кадр и екінші бағыт ол бастау бизнес. Именно бастау бизнес Атамекен палатасы оны оқып ұйымдастырып жұмыс отырған жастар, жұмыс отырған азаматтарымызды осында оқуға шақырды. Негізі ол қалай ұйымдастырылады? Қатысушылар бағдарлама бойынша олар жұмыс отырған болу керек. Официальный жұмыс істемейді. Сол себептен олар жұмыспен қамту орталыққа барып, жақын жолдама алып бізге келген кезде біздің бизнес тренерларымыз, координаторлар бәрін соны қарап, теріп, тестирование өткізіп, қабылдайды. Қабылдан кейін бәрі оқытулар топ бойынша бөлініп, әрбір бизнестерге жіберіледі қаласына. 25 күнде олар оқушы болады. Оқушыған кейін оларға маркетинг өтеді, аналитика, қандай нишаны табу керек, өз бизнесін қалай ашу керек, соған бәрін үйретеді. Оқушылар кім сол уақытта бизнес бітірген кезде
ең аяғында олар сертификат тапсырылады оларға. Сол сертификатпен олар грантке немесе несиелеуге қатысуға болады. Мысалы грант ол қайтарылмайтын қаржылар. Жұмыспен қамту арқылы 200 мрп сондай беріледі. Сол бастау бітірген кезде қатысушылар жұмыспен қамту орталыққа барып, бизнес пландарымен, сертификаттың көшірмелерімен документін тапсырып, грантовая комиссия қатысады. Грантовая комиссия, ол независимая комиссия. Ол комиссия называть посредственно предпринимательдер, ассоциациялар, представителдер. Солар бәрі қатысушылардың жобаларын қарастырып, грантке ие болмайды ма дегенде бәрі жобаларда өз жобаларын. Комиссия мысалы соны өткізіп қабылдайды дегенде қабылдан кезде олар бәрі заключениемен бәрі центр жібереді. Бәрін центр жіберген кезде центр олар алып шығады. Ақшаға түскен кезде олар бастайды өз жұмыстарын жалғастырып, бәрін істеп. Ақша түскен кезде олар 3 айдың ішінде өз жұмысын іске асыру керек. Сол себептен өз жобаларын іске асырып, деп бизнестің жұмысын береді. Мысалы, бизнес бастауға кім қатыса алады? Ол бізде отырған 18 жастан бастап до предпенсионного возраста азаматтарымыз. Олар. Дайын берсе, келесі жылы март немесе апрель айындалар, сол 2 айдың арасында үміттеніп күтіп отырмыз жоспарлы. Себебі енді бюджет басталу керек. Январь айының басында. Сол бәрі утверждать еткен кезде жоспаны уже жібереді. Сол айтатым, сол бізде атамекен бастау, атамекенде қандай оқулар өтеді, сол бастау бизнес бізде. Негізі жастарға. Өте жақсы. Жаңадан кәсібін енді ашқан кәсіпкерлер де қатыса алады ма? Осы жобаға? Иә, олар жаңадан ашқан кәсіпкерлер, мысалы, олардың ИП-сі бір жылға жетпей, солар қатыса алады. И самозанятылар, ЕСП төлейтіндер. Сосын жаңағы көп жастар қорқып отырды, жаңағы грант алса, оның бір андай қайда болған екен, жаңағы несі налог төлейді екен деп қорқып отырды. Ол налог төлеу жағдай болады? Түсінген жоқпын. Көп жастар. Грант алсақ налог төлейміз дегендей, сол жағынан қорқады екен, ол кредит деген сияқты. Налог қандай қызметтер көрсетуге болады дегендер, қараңыз. Бізде атамекенде кәсіпкерлер қызмет көрсету орталық бар. Ол жақта бізде 5 қызмет көрсетеді. Ол біріншіден бухгалтерия жағынан бәрі тегін консультация өткізеді. Юридический жағынан консультация өткізеді. Маркетинг сұрақтары. Ол жақта оларға бизнес-план немесе тағы бизнес-план байланысты бәрін консультация өткізіп береді. По закупкам и сопровождение отечественного производителя. Ондай суда тегін беріліп тұрады. Қашанда біздің кәсіпкерлерге. Түсінікті. Жақсы. Сосын жаңағыдай бір қайтарымсыз бір 5 миллиондық грант бар деп. Грант ол қараңыз. 5 миллиондық грант ол непосредственно государственная программа дорожной карты бизнеса 2025. Соның арқасы направлениясымен 5 миллиондық грант ол инновационный гранттар. Непосредственно инновационный гранттар. Минимальная сумма выигрыша 2 миллион, максимальная сумма выигрыша 5 миллион.
Олардың региональный координаторлары, это уже управление предпринимательств инвестиций города Алматы, пайыза көшті орналасқан. Ол да жылына 2 рет өз приемдарын бастайды, ол март айында и сосын кейін август немесе сентябрь айларында 2 рет. Ол жаққа кім қатыса алады? Ол жақта тоже начинающий предпринимательдер, действующий предпринимательдер, инновационный проекттер бар. Ол жақта тоже комиссия болады, комиссия қарастырайды, қандай проекттер, жобалар өте жақсы, маңызды дегендей инновационныйлар. Сол сөзден қарап, жобасына сәйкес енді ақшаларын бөлінеді олар үшін комиссия. Ол грантке қатысу үшін немесе сертификат бастау бизнес болу керек, немесе бизнес-школа деген сертификаты болу керек. Бизнес-школада бізде курстар, тегін курстар бізде өткізіледі, основа предпринимательства. Сіз жаңағы инновационный жобалар деген толық айтып берсеңіз, көп жастар түсінбейді оны. Инновационный болғандай жобалар, мысалы бізде Қазақстанда қандай өнімдер мысалы ешқашанда шығарылмаған, мысалы, мысалы келтіріп қояйын, бізде мысалы морепродуктылар жоқ, дұрыс қой. Оны қалай шығарады, не істейді дегендей. Мысалы өзі қатысушы сол грантке өзі ойлап тұрып, қандай бізде жоқ, өндірсе бізде Қазақстанда. Оны іске асырып, ертең уже конкурентоспособный ретінде продукт немесе производственный мощностьлар өткізіп болу керек. Яғни жаңағы Алматы қаласына жоқ нәрсені жасау керек болу керек, шығару керек, табу керек. Иә. Сосын жаңағы ИП-ларға бір 5 миллион без залога береді деген тағы бір программа бар екен кәсіпкерлерге. Ол жағынан ИП без залога. Мен білем, қазір кейбір банктер өзінің бағдарламаларын ұйымдастырып жатыр, бірақ непосредственно банк-центр кредит, мысалы ИП-ге беззалоговый кредиттер бөліп жатыр. До 3 миллионов, 6%-бен беззалоговый. Енді 5 миллиондық мүмкін бар шығар, бірақ әзірше мен естіген жоқпын ол туралы. Непосредственно банк-центр кредитте до 3 миллионов беззалоговый для ИП-ларға бар, ол мен уже білемін. Бізге бір сұрақтар келіп жазылып түсіпті да, негізі сол бизнес бастау бойынша ша. Бір кісі жазыпты, келесі бизнес бастау қай уақытта болды, оны қайдан шыққан, қай сайттан көре аламыз деп. Ол қараңыз, енді келесі жылы март-апрель айларында басталса, біз оны непосредственно через средства массовой информации, соцсети, сол арқылы таратамыз ақпаратты, қашан басталады. Немесе біздің колл-центрға 14-32-ге звондап атамекеннің, сол жақтан ақпарат алуға болады. Жаңағы 5 миллиондық грант бойынша қатысу үшін бір сертификат керек депті, ол қандай сертификат деп жазып жүріпті? Ол қатысу үшін ол сертификат немесе бастау бизнес болу керек, немесе бизнес-школа деген сертификат болу керек. Бизнес-школа сертификат, ол тоже основа предпринимательства. Ол да бізде оқиды, тегін оқиды, онлайн форматта. Қазір адамдар оқысы келсе, бізге жібек жолы 135-ке 8 этажға келіп, сол жақта заявка тапсырып, оқуға қатысуға болады, онлайн форматта. Осы биылғы жылы бизнес бастаудан 550-600 грант алдым дейді бір кісі. Енді ол жерде мен бизнес планға компьютер алуым керек болған, бірақ басқа компьютер алсам бола ма дейді. Қараңыздар, ол жағынан смена оборудования болса, ол кісіге непосредственно жұмыспен қамту орталыққа барып, сол жақта сол сұрақты көтеріп, заявление ма немесе енді қандай құжат қабылдайды, сол заявление бір нәрсе жазып кету керек. Ондай жағдай. Себебі основание болу керек, не себептен ауыстырып жатыр. Мүмкін бағасы өзгеріп кеткен шығар. Мүмкін ондай модель жоқ шығар. Келесі сұрақ, ИП или ТО
арқылы бизнес бастауға қатыса аламыз ба деп бағана мәселе бойынша сұрақ. Иә, ТО арқылы қатыса алмайды, себебі ол юридическое лицо. ИП арқылы қатысуға болады бастау бизнеске. Себебі ол начинающий предприниматель ретінде қатысуға болады. Бірақ ИП-ңіз 1 жылдан аспау керек регистрация. Бір кісі жазыпты, мен биыл бизнес бастаудан грант алдым дейді да. Енді жаңағы қазір карантинге байланысты бала ойнайтын жер жабық. Енді не істесем болады деп жазыпты. Ол кісі өз жобасын іске асыра алмай жүр ма? Карантинге байланысты кішкене балалар ойнайтын жерді ашып берді дейді. Сондай ма? Енді сондай жағдай болса, кішкене мүмкін басқа жоба ойластыру керек шығар. Себебі сондай жағдай болып жатса, бәрін түсінікпіз, бірақ ертең жұмыспен қамтылып ақша бөлген үшін енді комиссия құрайды тексеру үшін. Сол себептен сол жұмыспен қамтылумен бәрібір связьда болу керек, солармен ақылдасып бір шешім қабылдау керек. Бізде пока сұрақтар келіп жатқан жоқ. Бізде осы Алматы қаласында жаңағы биыл қанша грант бөлінді, сол бөлінген гранттың бәріне көп қатысушылар қатысып бәрі алды. Сұрақ. Қандай сіз қайталап жібересіз сұрақты? Алматы қаласында қанша грант бөлінді? Негізі Алматы қаласы бойынша. Енді 200 МРП-ның гранттары 1705 грант бөлінген биыл. 1705 грант. Келесі бір сұрақ келіпті. Мен 4-ші потокқа қатыстым дейді. Бизнес планының бәрін жақсы жібердім, бәрі балы жақсы, бірақ ответ жоқ дейді. Құттыңыз ұтпадым деп хабарласып көрді дейді. Ол енді жазып жіберіңіздер. Понедельник күні 30 ноябрьде 235 8 этажға маған Насанбаев Аскербекке келсін. Сол. Тағы сұрақтар болса, сіздің өзіңізге хабарласып біліп отырамыз. Менің телефонымды жазып алыңыздар. Непосредственно мобильный телефон 8701 242 2947. Осы менің жеке номерім. Осыған сұрақтар болса, әрқашанда жауап бере аламыз. Жақсы, көп рахмет сізге. Сізге де көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.